Ал игі жақсылар, құрметті мұсылман бауырлар, мына бүгін Сайрам ауданы Шіркін ауыл округінің орталық мешітінде осы оңтүстіктің елге дінге қызмет етіп жүрген елге қызмет атты қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен өтіп жатқан ардақты пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың атынан беріліп жатқан, өткелі жатқан Құран бәйгесіне қош келдіңіздер. Құран бұл байлық, Құран бұл бақыт, Құран бұл хидаят, Құран бұл нұр, Құран бұл шифа. Бұл екі дүниенің құжаты, Алланың кәләмі. Мінекей балдарымыз Құран жаттап, бүгін осы Құран бәйгесіне, Құран жарысына келіп тұр. Алла қадамдарына сәттілік берсін, қалбын, зиқынын ашып. Бүгін Құранда жеңетінде ешкім жоқ. Құранға жарысқанның бәрі жеңімпаз. Мінекей бәрі мұраттап қарилардан болып, ертең ақыретте ата-анасына Алла тағала алтын тәж кигізіп, сондай жақсы бақытқа жетуін Алла баршаңызға нәсіп етсін. Үшінші орында Түркістан облысы алды. Шавкатбаев Хамидолла. Екінші орында Шымкент қаласынан келген Абдуқадир Қияс.